Қайырлы күн, сіздермен бейбіт қыз Айдана. Бүгін сіздерге бауырсақтың томпайып жұмсақ дәмді шығуының себебін айтатын боламын. Ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керегі 7 грамм дрожжи, тұз, қант, жылы су және де ұн. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды салып, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз ерігенше. Үстінен дрожжымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Дрожжымен бірден ұнымызға салып елесеңіздер де болады, бірақ осылай жасасаңыздар, дрожжыларыңыз жақсы еріп, тесталарыңыз жақсы көтерілетін болады. Суымызды көбіректен құйып, жұмсақ қып илейміз. Илеп болдық, бетін аз ғана май жағып, салафанға салып қоямыз. Ыдыста да қалтырсаңыздар болады, бірақ осылай салафанда тез көтерілгендіктен маған осылай ыңғайлы. Материалға орап, жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей бірден көтерілді. Тағы бір рет басып, қайтадан салафанға салып, орап қоямыз, жылы жерге қоямыз. Көтерілгенше тұрады. Мінекей көтерілді. Тағы бір рет басып, салафанға салып, тағы жылы жерге қойып қоямыз. Сонда 2 рет басқанда тесталарыңыз, бауырсақтарыңыз өте жұмсақ болып, биік болып көтерілетін болады. Видеодағыдай осылай тынып тұрған бауырсақ өте жақсы көтеріліп, жұп-жұмсақ болып шығады. Қатты жұқа қылып жаймаймыз, орташа қылып жаямыз. Домалақ қылып кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін осылай бетін жауып қойыңыздар, көтерілгеннен кейін барып пісіреміз. Қызып тұрған табада пісіреміз. Қатты қызып та кетпесін, қатты қызып кетсе, тырты пісіп, ортасы шикі болып қалады. Бір жағы піскеннен кейін екінші жағын аударамыз. Қызарғаннан кейін сүзіп аламыз. Пісіріп, ақырындап аударамыз. Піскеннен кейін барып сүзіп аламыз. Мінекей дайын. Ұнаса қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менің видеомды жіберіп алмас үшін келесіде тез дайындалатын тіске басарлар жасайтын боламыз. Сіздермен Айдана.